Сәлеметсіздер ме балалар? Көңіл күйлеріңіз қалай? Сіздермен бірге жаратылыстану пәнінен жарықтың шағылуы тақырыбында сабақты бастаймыз. Дайынсыздар ма балалар? Оқу мақсаты денелердің жарықты шағылыстыру қасиетін түсіндіру. Сен түрлі заттардың қалай шағылдыратынын білесің. Жарықтың шағылуын қалай пайда болатынын білеміз. Төмендегі суреттерде берілгендерге ортақ қандай сөз деп ойлайсыңдар? Әрине, жарық. Осы жарық көздерін қалай топтастырар едіңдер? Табиғи және жасанды. Ал балалар, мына бір суретке назар аударайық. Суретте балалар кімді көріп тұрмыз? Қызды және айна. Балалар, жарықтың шағылуы дегеніміз не? Бізді қоршаған денелерді қалай көреміз? Жарық сәулелері қандай да бір бетке түскен кезде одан жартылай немесе толық шағылады. Кез келген дененің бетіне жарық түсірсе, оның бір бөлігі ол беттен шағылады да кеңістікке тарайды. Осы құбылысты жарықтың шағылуы дейді. Жарықтың шағылуы екіге бөлінеді: диффузиялық және айналық. Қазір балалар, біздер кішкене бейнероликті мұқият тыңдап назар аударайық. Жарықтың әртүрлі бетке түсуі кезінде шағылудың екі түрін ажыратайық: айналық және диффузиялы. Айналық шағылу өте тегіс беттерде пайда болады. Жарық қатаң түрде белгілі бір бағытқа шағылады. Егер де бет кедір-бұдыр күңгірт болса, онда ол жарықты шашыратады. Балалар, жаңа біздер бейнероликтің жарықтың екі түрі болатынын байқадық. Егер жарық кедір-бұдыр бетке түссе, одан шағылған жарық шашырайды. Мұны диффузиялық жарықтың шағылуы дейді. Диффузиялық шағылуда балалар, біз өз денемізді көре алмаймыз. Егер жарық тегістелген және айналық бетке түссе, одан шағылған жарық шоғы параллель шоқ түрінде шашырайды. Мұны айналық жарықтың шағылуы дейді. Бұдан біз өз бейнемізді көре аламыз. Балалар, енді біз жарықтың шағылуын тұрмыста, күнделікті өмірде қолданамыз. Мысалы, автокөлікті құрастырғанда көліктің алдыңғы жүргізуші көліктің алдыңғы көлікті көре алады да, ал артқы көлікті көре алмайтындықтан жарықтың шағылыстыру қасиетін негізге ала отырып, осы айнаны ойлап тапқан. Күнделікті өмірде біз өзіміз де айнаны пайдаланады екенбіз. Енді балалар, қазір біздер өзіміз үйде жарықтың шағылуына тәжірибе жасап көрейік. Ол үшін бізге жазық айна және жарық көзі, қолшамды пайдаланамыз. Өз бетімізбен жасап, қорытынды шығарып көрейік. Балалар, үйге тапсырма аламыз. Үйге 52-ші, 53-ші бетті оқып, өзіндік зерттеу жаса, қорытынды шығар. Сау болыңдар. Зейіндеріңіз ашылсын.